Сәлеметсіздер ме, құрметті менің каналыма кіріп жүрген қауым. Бүгін біз шоколад қосылған торт жасаймыз. Соның қалай жасалатынын қазір бірге көріп, осындай әдемі торт жасауға кірдік. Оны дайындау үшін бізге қажетті нәрселер: 5 жұмыртқа, 2 стакан електен өткізген ұн, сосын 1 стакан қант, 1 стакан толмайтын қаймақ, сосын 1 пачка сары май, сосын 2 ас қасық какао, сосын мынандай торт жасайтын формам бар, соған қоямыз. Сосын шоколадты бетіне ертіп, сонан кейін жаңғағын жағамыз. Ол үшін қазір бізге біріншіден жұмыртқамызға қант қосып алып, оны блендермен жақсылап соғып аламыз. Майыңыз жұмсақ болу керек, комнатный температурадағы. Енді сары майды ұрып аламыз. Сосын қаймақты ұрып аламыз. Мына сары май ұрып алдық. Қаймақты қосып жіберейік. Қаймақ әшейін дүкеннің қаймағы. Соны 1 стакан толық құймыз. Қалмақ қаймақты қосамыз. Енді осы қаймақты ұрып аламыз да ұнын сала береміз. Енді кішкентай көпсіткіш қосып жібереміз. 1 шай қасық. Енді біраз араластырып аламыз. Енді бұны миксердің керегі жоқ. Енді бұл қамырды 2-ге бөліп аламыз. Бірінде көзбен бөліп алыңыз. Бұл екіншісіне какаоны қосамыз. Какаоны қосып, қазір әдемілеп араластырып аламыз. Міне енді ең керемет сәті, мына форманы әдемілеп сары маймен майлап қойдық. Бұны сары маймен майламасаңыз, силиконовый коврикті болмайды. Енді ең әдемі сәті, енді бір ақ түрін, онан кейін бір қара түрін салып отырамыз. Ақ түрі, енді какао қосылғанды үстіне салып отырамыз. Қазір көресіздер. Жасап жүрген шығарыштар бұл өте қызық. Дәл өз жерін жақсы көремін мен. Какао қосылғасын қамырыңыз сәл қоюланып қалады, сол үшін оған кішкентай қаймақ қосып жіберіңіз. Сонда екі қамыр бірдей болады. Араласа берсін, ештеңе қылмайды. Біртіндеп жан-жаққа тарайды қазір. Бұны өстіп сала бересіздер. Мына ағы да, қамырдың қоңыры да бәрі де кетті. Енді бір ең жақсы кез болады қазір. Оны қалай көркемдесеңіз де көркемдей беріңіз. Гүл салам десеңіз де ортасынан әдемілеп көркемдей беріңіз. Қалағаныңыз. Ортасында әдемі гүл. Енді осыны қызып тұрған пешке апарып салып келеміз. 30 минут, 40 минут күтеміз. Міне, кекс дейміз ба, торт дейміз ба, бетіне шоколад жаптық. Әдемі гүлді болып шықты, силиконовый неден. Енді жаңғақтың майдасын сеуіп жатырмыз бетіне. Сосын 1-2 сағат тоңазытқышқа қойып, әдемілеп кепкенін күтеміз. Сосын кесіп көрсетеміз сіздерге. Міне, шоколад қосылған тортымыз дайын болды. 40 минут тұрды. Керемет сондай торт болып шықты, қараңыз. Кесіп көрсеттік.
сондай әдемі шыққан. Қараңыз, дәмі де мықты, тәтті. Мен тәтті жеуге болмайды, сондықтан мен азаматым көрді, дәмін өте күшті деп мақтап жатыр. Осылай жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.